Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет полуфабрикаттар жасауға кеңес беремін. Ол үшін маған небәрі 2 килограмм тартылған ет кетті. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір өздеріңіз білесіздер, балалардың демалып жатқан кезеңі, уақытты үнемдеп пайдаланғыңыз келсе, менің видеомды толықтай көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен мен голубцы жасауға кірістім. Ол үшін пияз бен сәбізімізді майдалап турап, табаға май құйып, қыздырып, құрып алатын боламын, пассеровать етіп. Мен негізі голубцыды да өстіп жасаймын. Пассеровать етіп алған соң, ыдысымызға фарш салып, күріш салып, жаңағы пияз бен сәбізімізді салып, укроп салып, татымына қарай тоз, бұрыш салып араластырып аламыз. Ол уақытқа дейін мен қырыққабатында дайындап, керек емес жерлерін алып дайындап аламын. Ішіне салмасын салып, бүктеп орап аламын. Менде 40 қабаттан 23 дана шықты. Бұл 40 қабатты қазанға да пісіруге болады, немесе духовкаға да пісіруге болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Тізіп шықтым. Табама пергамент қойдым. Қатып қалмас үшін осылай 23 дана 40 қабаттан және перецтен де жасадым. 12 дана шықты одан. Мен замороженный түрін пайдаландым. Ал енді мен түшпарамыздың пельменнің қамырын жасауға кірістім. Ол үшін бір жұмыртқаны салып, бір шай қасық тұзымызды ыдысымызға ертіп алып, қатты қылып қамыр елейтін боламын. Қамырымыз дайын болған соң тұндырып қойып қоямын. Ал енді салмасына маған қажетті заттар: пиязымызды майдалап турап аламын. Татымына қарай тоз, бұрыш саламын. Сіздер өздеріңіз көріңіздер. Ет тартқыштан да өткізсеңіздер болады. Қамырын жайып аламын. Мен осылай кесіп аламын. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай пайдалансаңыздар, жасасаңыздар болады. Мен осылай кесіп турап аламын. Енді бұның бетін жауып, содан соң түшпараларымызды түйетін боламын. Табаға мен полиэтилен пакет төседім. Сіздер өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Мен осылай түйемін. Түйіп тізіп шығамын. Менде 2 прямоугольный және 1 домалақ пештің табасы толды. Енді мен мантының салмасына жасауға кірістім. Мантының салмасына асқабақ, пияз, тартылған ет, тоз, бұрыш салып араластырып аламын жақсылап. Кішкене сосын май турап салдым мен. Құйрық май. Сіздер өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Қамырын бөлек елеп алдым жаңағы пельменге елегендей. Енді осындай колбаска жасап турап аламын қамырды. Содан соң жаямыз. Ортасын қалыңдау қылып, жан-жағын жұқалау қылып жайып аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей түйетін боламыз. Мен міне осылай түйіп алдым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Мен осылай түйемін. Содан соң бұны да табаға полиэтилен пакетімізді төсеп, тізіп шығамыз. Мені осындай полуфабрикаттарымыз дайын болды. Бұл сіздің өміріңізді кәдімгідей жеңілдетеді. Сіздер білесіздер, мен көп балаларым бар. Сол себепті қазір олар демалыста, уақытымызды тиімді пайдалану үшін осылай жасап қоямыз. Асыққан кезде тез жасап пісіре қоятындай. Мені енді бағалап кетіңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.